Украина мен Ресейдің арасында болған соғыс барысында дрондар мен ұшқышсыз ұшатын аппараттар, яғни беспилотниктардың қаншалықты маңызды екеніне көзіміз жетті. Егер ғаламторды, әлеуметтік желілерді ашып қарайтын болсаңыздар, дәл осы тақырыпқа қатысты көптеген бейне жазбалар мен мақалаларды табуға болады. Цифрлық дәуірдегі технологиялық артықшылық ел мен жерді қорғауда үлкен септігін тигізеді екен. Сәйкесінше, біз бұл салаларда әсте артта қалмауға тиістіміз. Бұрын айтып өткенімдей, бұл жерде техникалық және IT мамандар қажет болады. Мысалы, инженер-конструктор дронды құрастырса, программистер оның бағдарламалық жасақтамасын жазады. Яғни дронның ұшу траекториясын, навигациясын, басқару жүйесін, кеңістік картасын бағдарламалайды. Сәйкесінше, программистер C++ және Python бағдарламалау тілдерін жетік білуі тиіс. Жастар осы салада қызмет атқаратын болса, яғни отанды қорғау ниетіменен, онда үлкен сауапқа ие болады. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Аллаға құлшылық қылудан мұсылманның назарын ұрлайтын кез келген нәрсе уақытты босқа құрту болып саналады. Тек мыналардан басқа: нысанаға садақпен ату, атта шабу, отбасымен ойнау, жүзу деп айтқаны жеткізіледі. Хадисте Табарани жеткізген. Басқа да осыған ұқсас мағынасы ортақ болған хадистер өте көп кездеседі. Және олардың барлығында садақ ату, найза лақтыру, қылыш сермеу, атта шабу өте құптарлық іс екені айтылып, ерекше назар аударылады. Себебі бұл тәсілдердің барлығы соғысқа қатысты, яғни адамдардың әскери дайындығына меңзейді. Сәйкесінше, бүгінгі таңда ел мен жерді, отанды қылыш найзамен қорғау мүмкін емес. Олай қорғай да алмаймыз. Себебі соғыс тәсілдері өзгерді. Яғни жоғарыдағы болған жайтты ескеретін болсақ, бүгінгі таңда егер жастар дрон бағдарламалау, инженер-конструктор секілді мамандықтарды меңгеретін болса, және де отанды қорғау ниетімен әскери салада еңбек сіңіретін болса, онда бұл ісі үшін үлкен сауап алады. Елге, жерге пайдалы кәсіп, өнер деп айтуға болады. Мектеп қабырғасында жүрген жас бауырларыма дәл осы салаларды меңгеруді кеңес беретін едім.